Тірліктің бал күндерін жарқын кешіп, барады бұл күндері қалқымды өсіп. Тауыңнан ескен самал сергітеді, құлқыдық туған ауылым алтын бесік. Арма ардақтағайын, бүгінгі жексенбі күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі сұхбатымыз Құлқыдық ауылында жасайтын ұлттық қолөнерімізді дәріптеп жүрген Сейітбер отбасында болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Өнершінің қол алтын, өлеңшінің сөз алтын дегендей, Сейіт Дархан ағамыздың үйіне келдік. Мінекей үйі көрініп тұр. Бізбен бірге болыңыздар. Келелі сұхбат жүргізетін боламыз. Ассалаумағалейкум. Амансыңдар ма? Арма, ардақтағайын, біз бүгін Құлқыдық ауылындағы Сейіт Дархан ағамыздың отбасына келдік. Расында да қазақ даналығы ана көрген тон пішер, әке көрген оғы жонар деп жатады. Өз үйінде ойы оялмаған кісі үйінде сызу да сыза алмайды дейді. Расында да қазақтың өшпейтін құндылықтарының бірі ол әрине қол өнері. Біз бүгінгі тақырыпты осы қол өнер тақырыбына арнайтын боламыз сұхбатымызда. Дархан аға, сіздердің мынау бала кезімізден білеміз, отбасыңызбен, отбасы мүшелеріңізбен бірге осы қазақтың өлмейтін, өшпейтін өнері қол өнерді дәріптеп жүргендеріңізді, насихаттап жүргендеріңізді білеміз. Осы орайда бізге сол қол өнер туралы айтып берсеңіз. Енді мен Қайратжан міне келіп қазақтың қол өнері туралы әңгіме қозғап жатсын, бұған мыңда бір рахмет. Ендігі мәселе қазақтың даласы қандай болса, қол өнерінің де шеберлігі сондай мол дүние. Біз де жасымыздан әке-шешемізде үйренген осы кәсіпті кеше пенсияға шыққаннан кейін жалғастырып жастарға үйрету, қазақтың қол өнерін байыту, оған жастар тарту, қазақтың мына малы, жүні, терісі далада қалмасын, оны өкіметімізге пайдалануға өнім алып, оны таза материал алып шығаруға көмектесіп, қолымыздан келгенше жәрдем беріп жатырмыз. Әсіресе қыс айларында бізге қаладан, ауылдан, қазақы тоқымашылық өнері, киіз, бапыш, тәпішке, шұлық Тапсырыс береді ғой, тапсырыс береді, кейде келіп қалады. Келмесе өзіміз тоқып қоя береміз. Қол өнер таусылмас азық, жұтамас байлық дейді дана халқымыз. Қол өнер зор өнер тәрбие көзі деп айтады. Ендеше осы қол өнерді үйде расында да нағыз шебері, хас шебері қол өнердің Айша апамыз екенін білеміз. Айша апамыз жөнінде айтсаңыздар, енді бүгін Айша апамыз отбасында жоқ екен, әйтсе де сол кісі жөнінде айтып өтіңіз. Енді біздің үйдегі шеберлердің шебері Айша ғой, менің әйелім. Ол Үшқұдық ауданындағы Хунармандар ұйымшасының төрайымы Зеба ханым келіп, сол жердегі қаладағы жас қыз келіншектерге үйретсеңіз деп алып кеткен еді. Сонымен ол сояқта жас қыз келіншектерге тоқыма цехында кілем тоқу туралы үйретіп жатыр. Ұстаздық қылып жатыр ғой, Айша? Ұстаздық қылып жатыр, Тоқыма, кілемнің қалай тоқу жолдарын, сырларын оларға? Сол жерге қолдан тоқылған кілем, майда шүйдаларды алып кетіп еді. Сонымен сояқта. Дұрыс, тамаша. Расында да анамыздың бала кезімізден біз куәміз, осы үйде талай болғанбыз. Талай осы тоқы ерінбей, тоқыма, бау тоқып отырған куәсі болғанбыз. Расында да анамыз шашамасын, шалдықпасын, өзінен кейінгі еліміздің қыз келіншектеріне, ортамыздың осындай жастарына үлгі болып, сондай қол өнерді дәріптеп, насихаттап, ерінбей, талмай үйретіп жүре берсін дейміз. Рахмет.
Ал енді мен сұхбатты әрі қарай жалғағым келіп отыр. Келесі сұрағымды мен бүгінгі Айша апамыздың келіні Сымбат өзіңе қойғым келіп отыр. Енді бүгінде осы қолөнер бойынша осы отбасында өзіңнің қайненеңнен алған дәрісіңді, қайненеңнен алған үлгіні бөліссең. Мен түскеніме 8 жыл болды осы отбасына. Енемнің үйреткендерін үйреніп келе жатырмыз. Тоқымасын, бау тоқуымды үйретеді. Шлоқта да тоқып жатырық арасында. Андай өнері бар мына жерінде. Түйенің жүні ғой, түйенің жүні. Қойдың түйенің Қой аралас, ана кетті жел. Аяқ қойдың жүні, аяқ түйенікі. Тоқимыз үйде. Тамаша. Өнерін салып. Сізге әр күні үйретіп отырады ғой Айша апам ерінбей. Ұшқұдықтан да заказ келеді, оған да тоқимыз. Ауылдан да бар заказдар. Тапсырыс келеді ғой, тапсырсақ қабылдап тоқып. Мына бауды да өздеріңіз тоққансыздар ғой, тамаша. Қолдан. Керемет, нағыз қазақтың қарап отырсақ, әрбір бауында осындай ұлттық бедері бар, нақышы бар, әрбір қошқар мүйіз, әрбір біздің ұлттық көрінісімізді бейнелейтін осындай ою-өрнектер расында да көзге басқаша көрінеді екен, ыстық көрінеді екен. Тамаша. Шебердің қолы ортақ дейді ғой, дана халқымыз. Олайында міне Дархан-аға отбасыларыңызбен осындай ұлы өнерді, ұлы құндылығымызды дәріптеп, елге білгендеріңізді үлгі өнеге қылып, үйретіп жүре беріңіздер, аман болыңыздар. Ал енді сұрағымды тағы да қойғым келіп отыр осы орайда. Енді біздің ілесқан ініміз де қарап қалмайтын шығар, осы үйде анасына сіздердің жандарыңызда жәрдем беріп, мұнан нелерді өлшеп, кесіп дегендей. Ілесқанға сұрақ қойын. Ілесқан енді қол өнерде өзіңде бар шығасың бір шетінде. Қолдан келгенше сол өлшеп, сызбасын сызып, кесіп бер деген жерін кесіп береміз. Тік деген жерлерін тігеміз. Осы қол өнердің арқасы әйтеуір. Тамаша. Негізі қазақтың қол өнері біле білген адамға әрі пайда, әрі ермек, әрі бір қарап отырсам Дархан-аға сауапты іс сияқты. Себебі бұл бабамыздан балаға жетіп келе жатқан ұлы мирас, мұра болғаннан кейін бұны біз әрі қарай кейінгі ұрпаққа өшірмей, өлтірмей, аманат қылып жеткізсек, бұл біздің елдігіміздің де, біздің көрегенділігіміздің де бір көрініс шығар деп ойлаймын. Енді расында да біздің халқымыздың бай өнері ғасырлардың қойнауында мәңгі өзімен бірге жасай берген. Дана халқымыздың ұлттық қол өнері қашанда біздің бұрынғы бет келбетімізді, бұрынғы халқымыздың тыныс тіршілігін сонымен бірге керемет өмірінің, ғұмырының көрінісі іспетті. Мінекей отбасыларыңызға амандық, саулық тілеймін. Немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қызығын көріп, Айша апамен бірге әрқашан шат-шадыман ойнап күліп жүре беріңіздер. Үйлеріңізден береке мен құт кетпесін. Ал енді Дархан-аға мінекей аталы ел баталы деп жатады ғой. Осымен бірге мынау кейінгі бүгінгі жастарға, кейінгі ұрпаққа осы қолөнер бойынша жақсы бір өзіңіздің аталық ақ батаңызды берсеңіз. Енді міне кейінгі жастарға міне біздер үйренгенімізді сендерге үйретіп, сендер әрі жалғастырып, ұрпақтан ұрпаққа қазақтың өнері өлмей, өшпей ете берсін деген тілеймін. Сонымен жастардың бағыты, өкіметіміз сау болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қазақтың өнері өшпесін, өлмесін, бісміллах. Қазір ана қалада қазір енді 15 ба 20 ел бар қарамағында. Соған ұстазына. 3-4 кілемді құрып тастаған, бұрынғы ескі кілемдер де бар. Андай нелер бар ғой, астана басып бар. Асып қойған ғой, екеуін асып қойған кілеміз сөйледі. Мінекей дана халқымызда қол өнер, зор өнер деген сөз бар. Расында да зергер адам, зерделі адам дейді дана халқымыз. Бүгін біз Айша анамыздың аудан орталығындағы кілем тоқу цехына келдік. Айша анамыздың өнермен, жалпы қол өнермен танысуға, сонымен бірге жұмыс барысын көруге келдік. Мінекей құрметті Айша апа, бүгін мінекей сіздердің кілем тоқу цехтарыңызға келіп отырмыз. Қарап отырсам бір қанша мынау жіптермен
Керемет кілемнің, мынау үлгідегі кілемнің үлгісін жасап жатыр екенсіздер. Сәттілік болсын бәріңізге. Ал енді осы орайда Айша апа енді мынау кілем тоқудың сырларын, жалпы кілем тоқу, жалпы қандай өнер, қашаннан бастап сізге дарыды, қашаннан бастап қолға алдыңыз осыны? Мен бұл қол өнерді 13 жасымнан бастадым. 13 жасыңыздан ба? Әке шешем құрып ананы дайындап берді. Бір жерлерден шешем осындай үлгі тауып келді. Осыған қарап, біреуін дұрыс тоқыдым, біреуін қате қылдым. Қате қылдым. Содан кейін осыны үйреніп кеттім. Осыны қыздарыма да үйреттім. Мен бұны қашаннан істеп келе жатырмын. Иә, біз бала кезімізден білеміз, Айша апа енді. Ауылда да осындай 5 қыз, 6 қыз бау кілем үйретіп, шәкірт тәрбиеледім. Айлығын бердім. Тамаша. Иә. Сонымен бірге мына бастап отқан кілем ғой, иә? Кілем, иә. Неше метр кілем бұл? Осы өнер өлмейді деген қайрат. Иә. Өнер, мен енді 13 жасымнан бастадым. Содан 72-ші жылға дейін істеп келдім осыны. Тұрмысқа шыққасын 72-ші жылы бір тоқыдым осы кілемді. Содан кейін осы міне жаңғыртып тұрғаным. Иә, кеше біз аудан орталығына келіп, өнерімді көрсетіп, мына шәкірттеріме үйретіп, шәкірттерім де жақсы ұсынақты өз істерінің шеберлері дейсіз ғой, иә? Өз істерінің әрқайсысы шебері бежеріп алып кетіп жатыр. Рахмет шәкірттеріме де. Иә, тамаша. Мінекей Айша апа қарап отырып, расында да мына кілемнің қолдан тоқылып жатқанын көріп біз де қызығып отырмыз. Берекелі, мерекелі болыңыздар. Мінекей қол өнер расында да біздің халқымызбен, қанымызбен сіңген қасиет, өнер, ұлы өнер ешқашанда өлмейтінін біз қашаннан білеміз. Енді мынау сіздердің жұмыстарыңызға қарап отырсақ, өте майда екен, үлгілеріңіз майдаланып, өте көп шыдамдылықты, өте сондай табандылықты қажет ететін өнер екен да бұл. Дегенмен үлкен өнер халқымыздың өлмейтін өнері, қол өнері мәңгі бірге жасай беремін. Енді мына бұл қандай кілем енді, Айша апа? Бұл не ол, үйге кірген кезде кілем? Бұл кілем баста Ілесқанның келіншегі түседі, соның бет ашқанда аяғын астына салам деген кілем. Асыл деп жазып қойып тұрғаны. Ниетіме жеттім, келінімнің аяғына төседім. Енді ол бұл қол өнері болып, үлгі болып, бәр жерге белгіленіп жатыр. Сармешқада барып келдік, Ташкентке де барып келдік, Набайға да барып келдік. Зиба тегін апарып, тегін әкеліп жатырмын, осы өнерімнің арқасында. Тамаша. Мынау енді қарап отырсам құс қой, қыран құс құс қой, иә. Тамаша. Қыран құс керемет бедерленген. Енді бұның да бір сыры бар шығар. Қалай тоққан кезде қандай суретті келтіру жағы қалай болады сонда? Мысалы бір адамның бейнесін жасайтын болсаңыздар, қалай өлшем бар ма? Шахмат дәптерге сызып алады. Соны санап барып осыны шығарады. Сызып өлшеп санап, қыздарым да сөйтіп тоқты, сызып өлшеп санап, осы үлгімде енді 72-ші жыл аяқтадым осы кілемді. Содан кейін осы өнер өлмейді дегендей, жаңа өзің айтпақшы, өнерім қайттан тағы жүзеге шығып жатыр. Мінекей Айша апа, шәкіртсіз ұстаз тұл дейді ғой дана халқымыз. Енді осы орайда мен сұрақты шәкірттеріңізге қойғым келіп отыр. Саламатсыз ба? Жалпы Айша апамыз қандай ұстаз сіздерге осы цехта қалай үйретіп жатыр? Ayşe apamiz eng katta ustozimiz. Bizlarga mana shu gilamda sir sanoatlarini, har bir naqshlarni adashmasdan chiroyli qilib o'rgatyapti. Mana to'qigan gilamlarimiz, bugundan boshlab to'qiganlarimiz, mana shunday naqshlar ketyapti. İşimiz mana ketyapti, hunarimiz bor qo'limizdan, Xudoga shukr. 12 yildan buyon mana shu Ayşe apam bizada qo'l mehnatiga, bavlar, qara uylar to'qishga, taxlashga, tayyorlashga, qo'lda gilam to'qishga yaqindan turib yordam berib keladilar.